Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен сіздерге міне алдыңғы бейне жазбаларда оқушыларды зерттеуге арналған диагностикалық тесттердің бірнеше түрімен бөлістім Енді бүгінгі бейне жазбада оқушыларды зерттеп, әртүрлі диагностикалық тесттермен зерттеп алғаннан кейін оқушының жеке даму картасын толтыру керек. Сырттан тексеру, бақылау келген кезде бұл да сіздерден сұрайтын негізгі құжаттардың бірі. Лайк басып, каналды қолдап, каналға тіркеліп, комментарий жазып, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыз. Мейлі орыс сыныбында берсін, мейлі қазақ сыныбында берсін. Бұл бүгінгі ұсынып отырған нормативтік құжат, оқушының жеке даму картасы, ол сұралады. Мен оны бірнеше жерден де көріп жүрмін. Сондықтан бұған да мән бергендеріңіз дұрыс. Бұны қазір төмен жақтағы слайдтарда көресіздер. Алдында өздеріңіз жүргізген зерттеу тесттерінің, диагностикалық тесттердің нәтижесінде толтырасыз. Міне бірінші бетте оқушының жеке даму жалпы аты жөні, туған күні, сыныбы, мектебі, психологтың аты, келесі денсаулық жағдайы туралы мәлімет жазасыз. Жақсы, орташа, ерекше, күтімді, қажет етеді, медициналық көрсетімдері бар болса соны жазасыз. Одан кейін келесі үшінші танымдық процестерінің дамуы, ойлау қабілеті, орташа, жоғары, төмен, мысалы логикалық бейнені ойлау деңгейі, есте сақтау қабілеті, көлемі, дәлдігі, ұзақтығы, яғни қандай көлемдегі ақпаратты сақтай алады, дәл түсінеді, оны қанша минутқа дейін есіне сақтайды деген сияқты. Қабылдау ерекшеліктері, көру, есту арқылы қабылдау ерекшеліктері, назар аудару қабілеті, тұрақтылығы, ауыса білуі. Төртінші эмоциялық жеке ерекшеліктері, эмоциялық күйі, тұрақты, тұрақсыз қорқыныштары болуы мүмкін, алаңдауы болуы мүмкін деген сияқты. Өзін өзі бағалауы, одан кейін мотивациясы, оқуға, жаңа нәрсеге қызығушылығы баланың, соны жазасыз. Мына жерде айтты ме? 6, 7. 4-ті айттым. 5-те әлеуметтік дағдылары, қарым-қатынастары, ашық, ұялшақ, достарымен қарым-қатынасы, коммуникативті қабілеттері, ойын жеткізе білуі, тыңдауы. Одан кейін 6-шы оқу жетістіктері, негізгі пәндер бойынша үлгерімін жазасыз. Қиындық тудыратын пәндері. Сіз енді зерттегенде анықтайсыз ғой, осының бәрін әртүрлі тесттерді қолданып зерттедіңіз ғой баланы жан-жақта. Үлгерім динамикасы. Психологиялық диагностика нәтижелері 7-ші бөлімде. Қандай тесттер қолданылған? Қысқаша қорытынды жазылады. Мысалы, Равен тесті нәтижесінде ойлау қабілеті жоғары екені анықталды. Немесе Керн Ерасек тест нәтижесінде бейімделу процесі жақсы деңгейде жүріп жатыр деген сияқты тесттер бойынша психологиялық диагностика нәтижелерін осы 7-ші тармағына жазасыз. Одан кейін 8-ші жеке даму мақсаттары. Қандай бағыттарда дамыту керек? Мысалы, назар тұрақтылығын арттыру, эмоцияларды басқару, оқу мотивациясын көтеру. 9-шы ұсыныстар мен қолдау шаралары. Мектеп ішінде арнайы түзету сабағы, логопед, психологпен жұмыс, сынып жетекшісімен жеке жоспар жасау. Үйде ата-анамен бірге оқу, дамытушы ойындар ойнау, тыныш әрі қолдаушы орта қалыптастыру. 10-шы бақылау және түзету жұмыстарының мерзімі. Бақылау кезеңдері. Мысалы, 3 ай сайын мониторинг жүргізіп отырасыз. Яғни 90 сайын ғой түзету жұмыстарының бағыты. Қандай бағытта түзету жұмыстарын жасадыңыз, қандай бағытта бақыладыңыз деген сияқты. Одан кейін аты жөніңіз, күні, мектептің мөрі басылады. Бұл оқушылардың жеке даму картасына қатысты ақпараттар. Бір керегіңізге жарасын, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыз. Бұл да сұраныстағы құжаттардың бірі психологтар тарапынан.